Сәлем, сіздермен бірге мен Дана, және сіз жаңа посттың каналындасыз. Бүгін сіздермен бірге өте қызықты айдарды бастамақпыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, менің жанымда мына тауарлар тұр. Демек, бүгін бізде распаковка айдары болады. Бұл тауарлар тіпті менің өзіме де қызық, өйткені қазір бұл тауарларды сіздермен бірге ашатын боламын. Бұл тауарлардың ішінде не бар екенін мен де білмеймін, және бірден қорқып кетпеңіздер, сіздердің де тауарларыңызды осылай ашып қарайды деп мүлдем ойламаңыздар. Ал енді қайсынан бастаймыз? Менің көзіме түскен мына осылай жақсы оралған, сап-сары скотчпен оралған тауар. Бұл не деп ойлайсыздар сіздер? Менде де әлі ешқандай болжам жоқ. Ашып көрейік. Мне кажется, бұл сумка. Бұл тауар бізде етік екен. Мен сумка деп ойлағам, қателесіппін. Бұл бізде етік. Осындай сапасын көрейік. Орта сападағы, ішінде осындай жылы жүні бар екен, мехі бар. Қазіргі кезде киюге болатын таптырмайтын етіктердің бірі. Өте керемет. Стилі де минимализм. Күшті. Видеоның соңына дейін көріңіздер, соңында сізге керемет жаңалықтарымыз бар. Ал ендеше келесі тауарларды ашайық. Бұдан да қызық тауарлар қазір алдыда сияқты. Осымен бірінші тауарымызды аштық, ал енді екінші тауар. Тоже қорапта. Сырты сәл мұжылып тұр, бірақ бұл енді өте ұзақ сақталған тауар болғандықтан осылай болады. Вау! Және ішінде осындай Pinduoduo'да купондар беріп жүреді. Бұл купонды пайдалансаңыз болады. Яғни бұл скидка ретінде. Бұл бізде сөмкеге ұқсайды. Вау! Осындай қаптамасы да бар. Так. Мама, қандай күшті. Мынаны қазір ашып сіздерге көрсетсем, мен просто қолмен ұстап, бұның материалы барлығы күшті екенін сезіп тұрмын. Және сыртындағы қаптамасының өзі жақсы. Бұл осындай керемет сөмке, қараңыздар. Өте керемет екен, сапасы прям күшті. Менің өзіме көрініп тұр. Сіздерге енді видеодан көрсете алмай жатырмын. Мына қараңыздар, осындай күшті. Прям материал өте гладкий, жұмсақ. Қазір ішін ашып көрейік. Күшті, маған өте қатты. Ішінде осындай кішкентай күшті ойыншығы бар. Ашып көрейік. Ішінің де сапасы күшті, тігістерінің барлығы керемет. Ішінде екі қалтасы бар екен. Өте ұстауға ыңғайлы. Деп, ұстап береміз. Жаңағы етігімізге, кстати, прям келеді екен. Етік екеуін киіп алсаңыздар да болады. Мына сумкаға мен өзім ғашық болдым. Прям күшті. Ұнап тұрмаған. Pinduoduo'дан дәл осы сумканы іздеп көрсек те болады. Дәл осыны осылай жерден скрин етіп, Pinduoduo'ға іздеу батырмасына фотомен іздеуге қойып, іздесеңіздер болады. Мына сумканы прям мен советую. Күшті прям. Енді жақсы, ары қарай үшінші тауарларымызды ашайық. Бұл бізде аяқ киім сияқты. Ашып көрейік. Аха, менің болжамым тура келіпті. Бұл аяқ киім. Осындай кеді. Сапасы да жақсы. Ашып көрейік. Вау, классно. Тоже керемет. Табаны резинка, материалдары жақсы. Жақсы сападағы тауар. Өте керемет. Біздің үшінші тауарымыз бұл кроссовки болды. Төртінші тауарымыз бұл бізде осындай үлкен тауар. Бұның салмағы 1 килограмм 300 болыпты. Бұл жерде не бар деп ойлайсыздар? Меніңше бұл жерде жастық немесе жамылғыш сондай затқа ұқсайды, жұмсақ зат. Қазір ашып көрейік. Осы жолы мен қателесіппін. Бұл бізде жастық емес. Вау, не деген әдемі түс. Осындай. Қазір біреуін ашып көрейін, е? Бұл көктемге, күзге арналған куртка. Қараңыздар, түсі қандай әдемі.
ішінде пух сияқты, өте керемет. Вау. Бұдан қанша штук бар екен? 1 штук. 2 және 3. Осындай 3 штук куртка килограммы 1,5 килограммдай болыпты. Мына түсі өте ерекше екен. Ал екінші, үшіншісін ашып көреміз бе? Ашайық. Тауарды мына жерге қоя тұрайын. Бұл S размер дейді. Көрейік. Бұл түсте өте жақсы түс екен. Жылы сияқты көктемге және күзге керек тауарлардың, керек киімдердің бірі. Өте жақсы, сапасы ортадан жоғары, материалы барлығы күшті. Ішінде қандай толтырылғанын білмеймін. 100% хлопок дейді. 100% хлопок деп жазылып тұр екен. Өте керемет, материалдары да прям жұп-жұқа, көп күшті. Көктемде, күзде кие салып, кете салғанға самый то. Үшіншісі дәл сондай тауар. Бұны ашпай қойын. Кеттік. Онда ары қарай бұл бізде осындай 110 граммдық тауар екен. Бұл да киім. Бұл бірақ балалар киім екен. Кстати, барлығымыз балалар киімі қалай тапсырыс бергенде қалай келеді, сапасы қалай дейміз. Көрек ал, мына киімнің сапасы қалай болады. Негізі мен өзім Пиндодан тапсырыс беріп жүргеніме өте көп болды. Соның ішінде балалар киімінің барлығы сапасы жақсы болып келеді. Бұл осындай майка. Материалы прям жұмсақ, күшті. Созылады екен еще. Екіншісі дәл осындай бежевый түсі, көк түсі. Өте керемет. Мына кішкентай тауарды ашып көрейік. Бағанадан бері осыған көзім түсіп тұр. Не бар екен бұның ішінде? Бұл, скорее всего, машинаға қатысты зат сияқты. Бұл осындай кішкентай ғана лампалар машинаға қатысты сияқты, мен ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен дұрыс түсінбедім, қазір оны ашып көрейік. Машинаның осындай запчастары, тіпті машинаның осындай кішкентай бөліктерінде сіз Қытайдан тапсырыс бере аласыз. Енді мына кішкентай тауарды ашып көрейік. Құдайма, оны қанша грамм болады? 100 граммға да жетпейтін тауар. Ашып көрейік. Сіздерге қандай тауарлар қызықты? Үлкен тауарлар ма, әлде осындай майда, ұсақ тауар? Мынау бізде браслет қолға. Өте қызық. Қазір осылардың барлығы мода, хит болып кетті ғой. Осылай қолыңызға алып орап аласыздар. Тоже стильно, модно, күшті. Осындай заттардың барлығын Қытайдан тапсырыс беріп, ақшаңызды үнемдей аласыз. Өте керемет, сапасы да жақсы екен. Бұл бізде ең кішкентай тауарымыз осы. Ал енді келесі тауар бұл бізде 400 граммның тауар екен. Қазір ашып көрейік. Бұл жерде не бар деп ойлайсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Комментарияда белсенді болуды ұмытпаймыз. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоның соңында сіздерге керемет ақпаратты дайындап қойдық. Вау! Классно, но менің алғым келіп жүрген сөмкем. Тадам! Қараңыздаршы, өте әдемі. Кішкентай ғана, бірақ іші деген енді барлығын сыдыруға болады. Телефон, өзіңізге помада барлығын саласыз. Тойға, бұл жерге өзіңізбен бірге ұстап кеткенге өте керемет сөмке. Қазір ішін ашып, міне осындай ремешогы бар. Бұдан бөлек, міне әдемі осындай 2 ремешок болады. Біреуі осындай былғары матадан жасалса, біреуі осындай металдан жасалған. Қазір құрастырып көрейік. Осы жері өте керемет екен. Магнит. Минимализм, ешқандай артық ештеңе жоқ. Барлығы керемет. Ішіндегі сапасы да өте жақсы екен. Маған ұнады. Жалпы негізі Пиндодан сөмкеге тапсырыс берген адамдар ең оңай зат ол сумкаға тапсырыс берген, өйткені ол жерде ешқандай размер таңдамайсыз, тек қана түрін және сапасын таңдайсыз, болды, түсін таңдайсыз.
ең оңай Pinduoduoдағы нишаның бірі бұл сөмке. Осындай керемет сөмке, маған тоже қатты ұнады. Ары қарай жалғастырайық. Бізде бұл келесі бұл қандай тауар екен? Меніңше бұл тағы да аяқ киім. Бұл бізде аяқ киім. Жазға арналған аяқ киім. Мына осындай аяқ киім жазға арналған. Осылар біздің осы жылы хит болған. Сол кезде тапсырыс берген шамасы. Сапасы орташа екен. Мына жердегі моншақтары уже түсіп жатыр. Бірақ сіз дәл осы тауардың сапалысына да тапсырыс бере аласыз. Pinduoduoда ең бастысы тауарды дұрыс таңдай білу. Бірақ ол өте қатты қиын емес. Сол себепті тапсырыс беруге болады. Тауарларды ашуды жалғастырамыз. Келесі тауар бізде. Бұның 900 граммдық тауар екен. Тоже жұмсақ тауар. Ішінде не бар екен? Маған да өте қатты қызық болып тұр. Давайте онда тез-тез ашайық. Бұл бізде осындай әдемі куртка екен. Бірақ бұл балалар курткасы ма, әлде ересектер курткасы ма, ашып көрейік. Вау! Айттым ғой сіздерге, балалар киімі өте керемет келеді деп. Мына қараңыздар, кішкентай, өте әдемі. Сапасы да керемет. Қалың және іші осындай матадан жүннен істелген екен. Маталары барлық жерде бар. Қараңыздар, қандай әдемі, сондай керемет. Ал және қосымша оған осы жерде қолбақтар мен аяқ киімі бар ғой деймін. Ашып көре салайық. Вау! Қолбақтарының өзі қандай әдемі. Қараңыздар. Керемет. Жып-жұмсақ, жып-жылы. Мынау бізде аяқ киімі. Және капюшонда тұратын мех. Жып-жұмсақ. Осылай салып қоямыз. Балалар киімі өте керемет келеді. Міне соның дәлелі. Тағы да екінші балалар киімін аштық. Бұл да өте сапалы болып келді. Бұл бізде тағы да балалар киімі. Негізі Pinduoduoны үйде отырған аналар өте көп қолданады, өзінің балаларына осындай керемет киімдер алады. Және Pinduoduoда Қазақстанда жоқ модельдердің барлығы бар. Вау, просто супер, қараңыздар. Қандай әдемі. Еще материалы прям жып-жұмсақ, баланың денесіне арналған. Керемет. Бұл бізде мына осындай двойка екен. Және сөмкесі бар осылай. Керемет, күшті. Балалардың киімі өте керемет келуде. Мен ашқан тауарлардың барлығында. Давайте келесі тауарды ашайық. Pinduoduoны тапсырыс берген кезде міне сізге осындай бонусный қағаздар салып жібереді. Бұны тастауға асықпаңыз. Бұны қолданып сіз бонус алсаңыз болады. Мысалы, мына жерде міне 1 юаньға сізге сыйлық салып жіберді. Қойып, бұны пайдалануға болады. Ал егер қалай пайдалану керектігі туралы білгіңіз келсе, біздің Instagram парақшамызда, Telegram парақшаларымызда күнделікті осындай қызықты ақпараттар айтылатын болады. Сыртына қарасақ, бір карандашқа ұқсайды. Қазір ашып көрейін. Бұл бізде осындай туш, көзге арналған. Сапасы жақсы сияқты. Осындайдан 2 штук бар екен міне. Біреуі осы. Осындай керемет туштарға да тапсырыс беріпті. Яғни Pinduoduoдан, негізі Қытай сайттарынан косметика тапсырыс беруге көбісі қорқады. Негізінен ол жерден тапсырыс бере берсеңіздер болады. Әлемдік брендтер, Kiko, Dior деген сияқты тауарлардың оригиналын Pinduoduo сайтынан таба аласыздар. Және де тағы да бір факт,
Pinodодан алған, немесе жалпы Қытай маркетплейсындағы косметикалар қазір өте сапалы, және барлығы осы Қытай косметикаларын қолданып, қазір кеңінен таратылып айтып жатыр блогерлардың өздері де. Көрсеңіздер, осы Қытайдың косметикалары өте жақсы екенін айтуда. Менің өзімде, мысалы, Pinodодан Kikoға тапсырыс берген, Kikoның тоналкасына, и соны қолданамын, өте жақсы болып келді. Ал енді келесі тауар, прям тауарларды тез-тез ашқым келіп жатыр. Бұл бізде орамал. Ашып қарайық. Шарф екен бұл. Вау, қандай әдемі. Өте керемет. Pinodо сайтынан бұндай шарфтарды қарасаңыз да бағалары өте қолжетімді. Материалы барлығы керемет жақсы екен. Ал енді келесі тауарымызға көшейік. Жіп-жіңішке, тоже бір қағаз сияқты бір чувство болып тұр. Ашып көрейін ол. Вау! Бізге керек тауарлардың бірі. Бұл осындай аяқ киімге арналған дорба. Мысалы, фитнеске барсаңыз, немесе жолға шықсаңыз, осы дорбаға аяқ киімдерді салып қойсаңыз болады. Өте керемет, керек тауарлардың бірі. Мысалы, біз бұған өзіміздің аяқ киімді салып қояйық. Қараңыздаршы, өте ыңғайлы. Мұны керемет. Бұл жерге бір емес, 2-3 аяқ киімге дейін сала бересіздер. Біреу, екеу, үшеу, 4 штук бар екен. Керек тауарлардың бірі. Келесі тауарымызға көшейік. Бұл жерде менің ойымша бір әшекей жатқан сияқты. Ашып көрейік. Мен осы жолы қателестім. Бұл жерде әшекей емес. Бұл жерде осындай көзілдіріктің қаптағышы. Осындай тағы да бонус салып жерді 2 юаньға. Одан кейін түсініксіз. Қазір көреміз бұны да. Очки сүртетін, көзілдірік сүртетін. Және бұның ішінде очкидің өзі бар. Қараңыздар, көзілдіріктің өзі және оның сырт қаптағышымен бірге салып жіберіпті. Өте керемет очки екен. Және осындай мұны наборында сүртетін, очки сүртетін и қаптағышымен бірге бар екен. Керемет. Негізі бізде әртүрлі тауарларға тапсырыс береді. Очкиді де көрдік бүгін. Тағы қандай тауарлар бар екен? Бұл бізде қандай тауар екен? Менің ойымша бір машинаның сайманы сияқты. Солай сезіліп жатыр. Бұл бізде. Бұл мүлдем басқаша тауар. Мен жаңа машинаның құрал саймандары деп ойладым ғой. Оказывается, бұл бізде әйелдер қауымына арналған, қыздар қауымына арналған хит болып жатқан қазіргі таңда плойка, утюг, шашты түзулеуге арналған утюг екен. 220 градусқа дейін бар. Бұл қалай ашылады екен? Бұл бюралайтын екен. Мен білмедім, қазір ашып көрейін. Шашты локон жасайды бюралап. Қалай ашылады? Жерін ашады екен. Қараңыздар, осындай толқын жасайды шашқа. Сапасы қалай екенін енді тексеріп көру керек. Бірақ менің сырттан қарап тұрғаным өте керемет. Сыртындағы қоршалғаны. Бірақ бізде Қытайлардан тапсырыс берген кезде, Pinodо сайтынан тапсырыс берген кезде, әртүрлі техникаға тапсырыс берген кезде басы міндетті түрде осындай 2 вилка болып келеді. Бұған басына тығатын адаптер алу керек, переходник. Содан кейін қосып көрсек болады. Негізі өте керемет, жақсы тауар. Қалай қолданылатыны туралы барлығы көрсетілген екен. Сырты да өте керемет қапталып келді. Ешқай жері сынбай, бөлінбей келген. Бұл тауарды да осы жерге қойайық. Және бізде келесі тауар бұл 700 грамм екен. Бұл да бір хит тауарлардың бірі. Осы жылы өздеріңіз байқағандай Инстаграмда осындай киім үтіктейтіндер өте хит болып кетті. Бұл әсіресе ұзақ жол жүретіндерге, көп қыдырып жүретін адамдарға арналған, чемодандарына сала салады да, кез келген жерде барып қосып осыны үтіктей алады.
Мен бұндайды өзіме де тапсырыс бергем, өте керемет келді сапасы. Бір минусы осы басында міндетті түрде переходник алуларыңыз қажет. Одан кейін осындай су құйғышы бар, сыртын қоршайтын қаптағышы бар. Болды. Осылар бар екен. Өте керемет, сыртындағы моделі барлығы маған қатты ұнады. Іске қосып көрсек болады. Бұл тауарды да осы жерге қойдым. Ал енді бізде келесі тауар, бұл орташа тауарлардың бірі. Мне кажется, бұл тағы да аяқ киім. Көрейік. Аяқ киім екен. Вау, бұл сапасы жақсы екені сыртынан да көрініп тұр. Қай мезгілге арналған аяқ киім деп ойлайсыздар? Мәссаған. Ерекше аяқ киім. Қыздарға арналған сияқты. Өте керемет. Ішінде сапасы өте жақсы болып тұр. Және моделі де ерекше екен. Мен бұндай модельдегі аяқ киімді, если честно, бірінші рет көріп тұрмын осы жерде. Сіздерге қалай? Комментарияға міндетті түрде жазып, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Қай тауар сіздерге қызық болды? Өте керемет. Тура осы аяқ киімге қатысады, бірдей екен. Бізде енді соңғы тауар қалды. Бұны қазір сіздермен бірге ашайық. Бұны соңғы тауарымыз. Қазір тоже жұмсақ тауарлар. Бұл да хит тауардың бірі. Осы жылы хит болды. Бұл бізде жамылғыш және ойыншық болады. Бір жағынан осындай ойыншық. Мен қателесіп тұрмын ба әлде? Қателесіп тұр екен, бұндай емес екен. Мынау не? Балаларға, итке арналған ба? Итке арналған ғой, мен қателесіппін. Бұл бізде осындай үй жануарларына арналған. Мысық, иттерге арналған осындай кішкентай жұмсақ төсекше деп айтамыз, жастықша деп айтамыз. Тоже өте керемет. Жұмсақ. Мен бұны негізі ойыншық деп ойладым. Жұмсақ ойыншық деп ойладым. Оказывается, бұл осындай керемет тауар. Сіздермен бірге осы 20 тауарға распаковка жасадық. Қай тауар сізге ұнады, комментарияға қалдырай кетіңіз. Және осы 20 тауарды біз не істейміз? Бұл тауарды сізге сыйлыққа береміз. Ал оның шарттары өте оп-оңай. Комментарияда белсенді болып, біздің каналға жазылып, өзіңіздің ойыңызды, ұнаған тауарларыңызды жаза кетіңіз. Осы комментариялардың ішінде 20 белсенді адамды таңдап, сыйлықтарын жеткізетін боламыз. Сыйлықтар Қазақстанның бөлімдеріне жеткізіледі. Бізде қазіргі таңда 90-ға жуық филиал бар. Осы өзіңізге жақын бөлімшені таңдасаңыз, біз тауарды сол бөлімшеге дейін жеткіземіз. Сіз өзіңіздің сыйлығыңызды біздің бөлімшеден алып кете аласыз. Ал енді осы 20 белсенді адамның қатарына кірмей қалсаңыз, мүлдем уайымдамаңыз. Алдағы уақытта бізде анпакинг айдары өте қатты көп болады. Сол себепті біздің келесі видеоларды асыға күтіп, біздің каналға жазылып, міндетті түрде видеоны көріп, астына комментария қалдырып, белсенді болыңыздар. Сол кезде біз сіздерге осындай сыйлықтарды тарататын боламыз. Сіздермен болған жаңа пост компаниясы келесі кездескенше сау болыңыздар.